Баршаларыңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге Нұргүл және де мен Гүлфира. Бүгінгі біздің видеомыз мұғалімдерге пайдалы болатын видео болмақ деп ойлаймыз. Біз бірімізден сұхбат алуды жөн көрдік. Міндетті түрде сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Шынайы жауап беруге уәде береміз. Және де өз тәжірибемізден болмақ. Бүкіл сұрақ мен Нұргүл ханымның сұрағын білмеймін, Нұргүл ханым менің сұрағымды білмейді. Бірінші бөлімде маған Нұргүл ханым сұрақ қойған болатын. Енді мен Нұргүл ханымға сұрақ қоямын. қиын болатын сияқты. Негізі оңайлау. Мен сұрақтардың арасына дайректте, немесе пікірлерде келген кейбір сұрақтарды қостым. Және сол сұрақтан бастағым келіп тұр. Дайынсыз ғой? Хорошо. Дайынмын. Бірінші дайректтен оқырманнан мұғалімнен келген сұрақ Алмас есімді ұстаз қойыпты. Химия пәнінің мұғалімі едім дейді. Оқушыларды пәнге қалай қызықтыруға болады? Жалпы оқыту әдістемесін қалай дамытуға болады дейді. Ол оқыту әдістемесі әр мұғалімнің өз тәжірибесімен келеді деп ойлаймын, және оған қоса мұғалім әрқашан іздену үстінде болу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда мұғалім мен оқушы деген кейбір сәттерде біз оқушыдан кем біліп қалатын кездер болады. Өйткені қазіргі заман цифрлы заман, ақпараттың көп берілген заманында оқушылардың қолдарының барлығында телефон бар, ақпараттың барлығы бар. Ол сіз беретін нәрсені ол уже біліп қоюы да мүмкін. Сондықтан әрқашан іздену үстінде болу керек деп ойлаймын. Және де қандай химия пәніне қызығушылық қалай көрсетсем болады. Химия пәнінің негізі менің қалай айтсақ болады, бізде ашық сабақта көп алатын тұғымыз химия пәні мұғалімдерін, және де сол берілген опытқа байланысты айтатын болсам, эксперимент қосқан дұрыс деп ойлаймын. Өйткені химияны экспериментсіз елестету өте қиын болады. Және де оған қоса арнайы арасында енді химия деген ол біз бүкіл әлемнің өзі химиядан құралған ғой. Сондықтан бір қызықты факттар айтып шықса, мысалға әртүрлі қызықты, мысалға мынау қалай пайда болды, мынау судың құрамы қалай пайда болды деген сияқты соның барлығын егжей-тегжей көрсетсек күшті болатын еді. Және де егер мысалға мектепте жағдайлар болуы мүмкін ғой, приборлар болмауы мүмкін. Сондай кезде андай видеолар бар, қазіргі таңда платформалар бар. Сондай платформалар арқылы көрсетуге тырысқан дұрыс деп ойлаймын. Және де әрқашанда көрнекіліктер қолданған дұрыс деп ойлаймын. Балаға просто кітаппен ғана материалды бере қоймай, оған дополнительно қосымша тағы заттар көрсететін, қызықтыратын тапсырмалар берген дұрыс деп ойлаймын. Және де арасында мынандай да жасап жіберуге болады. Мысалға, бір үй тапсырмасына кәдімгідей түсінік емес, мысалға топ-топқа бөліп жіберіп, немесе әр оқушыға, немесе сыныптың барлығына бір кітапта жоқ тақырыпты өздері, енді телефон барлығында қазір телефон бар, химия 7-ші класстан басталады. Өздеріне ізденетіндей бір тақырыпты, енді сіздің тақырыбыңыздың айналасында, бірақ басқаша кітапта жоқ информацияны олар ізденіп келе алатындай материал сұрасаңыз, өзі вообще күшті болады деп ойлаймын. Өте керемет, жауабыңызға рахмет. Осы жерде бір су ішіп алайын. Үнді шығайын. 3 минут сөйлеп Ұзақ сөйледің, әдемі сөйледіңіз. Кеттік екінші сұрақ. Осы жалпы мұғалімдік жолда жүрсіз ғой енді. Одан бөлек, мұғалімдіктен бөлекте жеке ашық сабақ дайындау, мастер-класс, курс деген сынды мұғалімге қатысты дүниелермен айналысып жүрсіз. Жалпы мұғалімдік өмірден алған ең үлкен бір инсайтыңызбен бөліссеңіз. Мүмкін қазір бізде жас мамандар қарап жатыр, немесе енді жұмысқа тұрған мамандар қарап жатыр. Сол кісілерге бір керемет бір сіздің тәжірибеңізде өткен сабақ болатындай ең үлкен бір инсайтыңызбен бөліссеңіз. Қазіргі таңда мен ең үлкен инсайтым өзі жақында келген деп ойлаймын. Мен өзім енді жас болғандықтан, енді тәжірибеміз аз болғандықтан біз енді сын естиміз. Сын естімей сен түзелмейсің. Сол сынны естігеннен кейін оның үстінде көп
жауапкершілік бар, оқушыларға деген, олардың біліміне деген жауапкершілік бар, қағазбастылық бар, барлығын түсінемін. Бірақ сол моментте беріліп, сынып, басқа жаққа кетіп қалған дұрыс емес деп ойлаймын бір жағынан. Өйткені бір инсайт, енді қалай айтсам екен, мұғалімдік, егер сен оқушыларды жақсы көріп тұрсаң, егер сен оларды сезіне алып тұрсаң, егер сен біреуге бере алатындай болсаң, біліміңді, өзіңнің тәжірибеңді бере алатындай болсаң, онда сен осы жолда мойымай жүруің керек деп ойлаймын енді. Бірақ әркімде қалай не бар ғой, мен бірақ өзіме түйгенім, что қаншалықты қиын болса да, бұл бір берілген бақыттың бірі ғой. Оңай жұмыс еш жерде жоқ. Барлық жерде все так же нужно стараться, жұмыс істеу керек. Барлық жерде де дәл осындай жауапкершілік болады. Жауапкершіліксіз сіз ешқандай жұмысты жақсы атқара алмайсыз. Ол жауапкершілік айналып келіп, сіз қанша қашқанымен артыңыздан қалмайды. Сондықтан өзіңіздің жүрегіңізге ұнатқан мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Және де мұғалімдік ол деген, өзіме айта сайын, өзіме қатысты, ол көбінесе стабильность деп ойлаймын. Көбінесе қазіргі таңда стабильность болса, ол деген жақсы ғой адамдарға деген. Болашағыңды көре аласың. Өте керемет атап өттіңіз. Жаңағыдай берілмеу керек деп, қандай қиындық болса да. Себебі қазіргі балалармен жұмыс жасау шынымен де оңай емес. Өте қиын. Стресс болып, тіпті ауырып, ауруханаларға түсіп жатқан мұғалімдер де бар. Әңгіменің ашығын айту керек. Сондықтан да бірінші кезекте өзіңізге қамқор болып, берілмей. Әрине, егер мұғалімдік сіздікі емес екен түсінсеңіз, значит, әрі қарай басқа сферада, өзіңізге ұнатқан сферада дамуыңыз керек деп ойлаймын. Әрқашанда өзіңізге ұнататын мамандықты таңдауыңыз керек деп ойлаймын. Мысалы, егер адамдар бар реально мұғалімдікті жақсы көреді, ұнатады, бірақ кейбір факторларға болады, Қытай болуы мүмкін, Қытай факторлар көбейіп, үлкен фактор болып кетуі мүмкін. Сондықтан мықты мұғалімдер тасап кетіп жататын, немесе шаршап кетіп жататын уақыт бар. Ол уақытша жаңа демалып алып, отпуск кезде жаңа күшпен жаңа оқу жылына қадам басайық деп сіздерге шамалы мотивация беріп жатырмын. Дұрыс айтасыз. Әсіресе бірден бір қиындықтан сынып қалмай, кемі бір жерде өзіңді сынап көріп 3 жыл жұмыс жасаған дұрыс деймін. 3 жыл уақыт беріп өзіңе. Өте керемет. Кеттік, келесі сұраққа кеттік. Нұргүл ханым, сіздің сабақтарыңыз, аш сабақтарыңыз креативті тұрғыда өтеді, себебі өзіңіз аш сабақ дайындайтын болғандықтан, жалпы сабаққа идеяны қайдан аласыз? Тың идеялар, ерекше нәрселер жасау қайдан келеді сізге? Ең алдымен идеядан бұрын ол тақырыпты ең алдымен мен түсініп алуға тырысамын. Және де әртүрлі әдіс-тәсілдер іздеймін сол тапсырмаға байланысты, тақырыпқа байланысты. Сол әдіс-тәсілдерді мысалға көбінесе енді TikTok-тан іздеймін, және де Pinterest-тен іздеймін. Сондай платформалардан іздеу арқылы өзіме керекті және айналамнан да қарап мысалға гүлдерге байланысты бірдеңе істеп жүруге болады деген сияқты идеяларды миымда всегда жүреді деп ойлаймын. Ол мұғалім болған соң всегда сондай оқушыларды мектепті сабағыңды ойлай беретін болған соң шығар деп ойлаймын иногда. Дәл сол платформаларды және де уже сабағыма байланысты уже өзім главное өзім түсініп алуым керек өз сабағымда. Сосын сол сабақ бойынша мақсатымыз бойынша не құрып алуымыз керек сияқты, тапсырмалар құрып алуымыз керек. Сосын тапсырмалар арқылы әртүрлі әдіс-тәсілдерді өзі уже фантазияға қарай келе береді деп ойлаймын. Фантазия дамыту керек, креативті дамыту керек. Оны дамытуға болады. Дамытыңыздар. Келесі біздің сұрақ, бағанадан бері айтып жатырмыз, бағанадан бері жағдай қазіргі оқушылармен жұмыс жасау қиын екендігін айтып жатырмыз. Енді осы тұрғыда болмақ біздің кезекті сұрағымыз. Қазіргі оқушылармен мұғалім қандай қатынаста болу керек? Олармен қалай жұмыс жасау керек деп ойлайсыз? Өйткені қазіргі ұрпақ бәрібір бөлек, тәртібі, заманы, өзін ұстауы, тәрбиесі. Енді мұғалім олармен қалай жұмыс жасау керек, қандай қарым-қатынаста болу керек? Мен ойлаймын,
орысша айтады ғой, в меру строго, в меру дос болу керек деп ойлаймын. Бірақ андай өзім қатты авторитарный методты қазіргі балаларға жарамайтынын білемін. Өйткені ондай методпен балалар, қазіргі балалар, олар шыдамайды. Біздің заманымыздағы балалар емес, олар сразу ойларын ашық айтады. Неге мен бұлай, неге мен қалай айтсам болады, неге олай айтасыз, неге олай істейсіз деген сияқты сразу ойларын айтқан соң кейбір кезде өзің де бүйтіп қаласың да. Сондықтан меру дос, меру строго, андай, бірақ граница болу керек деп ойлаймын. Дос дегеннен кейін андай, ойбай екеуміз не болып кеттік, дос болып кеттік деп оқушыны өзіңе қатты қабылдап, онымен не істеудің қажет жоқ. Граница обязательно болу керек деп ойлаймын. Енді ол сіз мұғалімсіз, ол оқушы, сіз оларға сабақ бересіз, бірақ сабақ берген арасында оқушыларға қазір енді достық ретінде сіз оларға мотивация беріп, мысалға арасында мысалға коридорда көріп қаласың, иногда настроение жоқ оқушыларды көресің, немесе өзім сынып жетекші болғандықтан кейбір оқушылармен сөйлесесің. Сол кезде сөйлескенде өзіңнің опытыңмен бөлісу важно деп ойлаймын. Яғни менде де сондай болған, менде де былай болған, яғни мен де оқушы болдым сен сияқты, менде де осындайдан өттім, и мен осындай опыт арқылы осындай жетістікке жеттім деген сияқты өзің пример ретінде көрсете алсаң, яғни өзің образец ретінде, үлгі ретінде көрсете алсаң, сол кезде олар сені уже өздері уважать етеді деп ойлаймын. Яғни қазіргі балалармен сіздер уже уважениені заслужить етіп алуыңыз керек. Өйткені қазіргі балалардың барлығы андай ұрса берсе оларға уже не істей алмайсың, оларға қатты повлиять ете алмайсың. Бір күн, екі күн тыңдайды, үшінші күні уже бүйтіп кетеді. Бүйтіптің расшифровкасы тауып алады ғой өздерінің нелерін. Андай, қалай айтсам болады, енді басқаша жағынан мысалға бұзық оқушы болса, ол бір нәрсені білдірсе, мысалға сабақта тыныш отырмаса, бір күн ұрсасын, екінші күн ұрсасын, үшінші күні уже ол саған атыла бастайды. Сондай сияқты болып қалуы мүмкін. Сондықтан обязательно ол абайлау керек. Оқушылармен қазіргі таңдағы олар өте қиын. Өте керемет, жауабыңызға рахмет. Пайдалы болып жатыр деген үміттеміз. Енді біз соңғы сұраққа көшейік. Ашық сабақ беріп жатқандағы, яғни ашық сабақтағы немесе ашық сабақ құраудағы, үш маңызды нәрсені, топ үш нәрсе атап өтсеңіз. Біріншіден, мұғалім қандай үш нәрсеге баса назар аудару керек? Екіншіден, біреудің ашық сабағына кірген кезде қандай үш нәрсеге сіз баса назар аударасыз? Не нәрсе бірінші көрінеді? Ең баса назар аударатын нәрсем ол мақсатына, және де өзім де сабаққа кіргенде мақсаты орындалды ма, орындалмады ма, соған қараймын. Және де екіншісіне оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасына қараймын. Оқушы қалай отырғанда дегенде қорқып отыр ма, немесе өзін свободно чувствовать етіп отыр ма. Егер бала мұғаліммен өзін еркін сезіне алса, значит ол баламен баланың несін мұғалім уже тауып тұр да, ебін тауып тұр деп айтады. Сол уже ебін тауып, уже оған подход тауып біліп тұр деп ойлаймын. Және де үшінші нәрсе, ол сабақта балалар қалай тапсырманы орындап жатыр. Мысалға, бір-біріне көмектесіп отыр ма, мысалға. Бірақ ол кезде мынандай факторлар да бар да, ол кезде сыныптың өзінің атмосферасынан да байқалып қалады. Мысалға, оқушы бір-бірімен сабақ барысында қалай байланыста отыр, мысалға, тапсырма орындау барысында, мысалға, жұптық тапсырмалар болады, топтық тапсырмалар болады. Сол кезде бір-біріне көмектесем ме, көмектеспей ме, соған да бас назар аударамын. Мен мақсаты мұғалім мен оқушының қарым-қатынасы және оқушылардың бір-бірімен жұмыс істеуі, қалай процесс кезінде жұмыс істей алады. Соған қараймын. Негізінде андай мен қатты ашық сабаққа кіргенде көңілдікке қатты қарамаймын. Негізі өзім басқа біреудің кіргенде андай өзіме де ұнаса болды, жағымды атмосфера болса күшті деп несеп ойлаймын енді. Өйткені сабақты әрине қазіргі көңілдікпен де өтуге болады, бірақ көңілдіксіз де өтетін мұғалімдер де бар. Андай өздерінің андай қайсы болады,
балаларды арбап алады ғой, былай күшті сөздермен, тілдермен арбап алып күшті сабақ өтетіндер бар, әсіресе тіл мұғалімдері. Солар сабақтарында күшті өтеді сондай қылып. Сондықтан оған да назар аударамын. Өте керемет, рахмет жауаптарыңызға, шынайы тәжірибеңізден шыққан пікірлерге. Осымен біздің Нұргүл ханымға сұрақтарымыз аяқталды, өз мәресіне жетті. Егер қызық болып жатырса, бұл біздің айдарымыз, бір-бірімізден сұхбат алу, өз тәжірибеміз бойынша, немесе сіздердің де көкейлеріңізде қандай да бір сұрақтар қалған болса, міндетті түрде пікірге, немесе жеке дайректке жазсаңыздар болады. Міндетті түрде уақыт тауып, осылай бір бас қосқан кезде түсіріп, сіздерге жауап беруге тырысамыз. Басты пайдалы болсақ болды. Жақсы, сау болыңыздар.